Ассаляму алейкум, сіздермен мен Айжан Айтқалиқызы. Бүгін сіздермен үй жағдайында тауықтың қанаттарын және күрішті гарнирға көкөністермен жасайтын боламыз. Ең алдымен тауығымызға қара бұрышымызды, паприкамызды және қалауыңша тұзымызды саламыз. Соя соусын құямыз. Майонезді қосатын боламыз. Горчица қосамыз. Ол ерекше дәм беретін болады. Көп емес, ол осылай 1 чайный ложка жетеді. Сұйық май құямыз. Менде дәмдеуіштерден тауыққа арналған бар екен, сіздерде болса қосыңыздар. Жақсылап араластырып аласыздар осылай. Енді кез келген ыдысымызды аламыз да, соған осы тауықтың қанаттарын орналастыратын боламыз. Арасын осылай ашыңыздар. 150-180 градуста 40 минуттай пісіріп аласыздар. Міне бетін жабамыз. Енді күрішке бізге керекті заттар, қолжетімді заттар. Ең алдымен табамызға майонезді құйып, қыздырып, сәбізді, пиязды қосып, жақсылап қуырып аламыз. Одан кейін күрішімізді жақсылап жуып, оны да қосып қуыратын боламыз. Осылай жақсылап қуырыңыздар. Сонда күріштеріңіз шаштай болып, әдемі болып езілмей піседі. Қалауыңызша тұз қосасыздар. Ең соңында бұрышты және чеснокты қосып жібердім. Соңына таман қосасыздар. Енді жақсылап қуырылғаннан кейін қайнаған су құямыз. Су құйған кезде күріштің бетінен 1-2 сантиметрде асып тұратындай болсын. Астын басамыз. Өте қатты жай отта емес, орташа отта арасында осылай ашып күріштерді аударып тұрамыз. Күрішіміз дайын болғанда менде осындай жүгері бар екен, үйде қоссаңыздар болады. Бұл күрішті әдемі қылып көрсетеді және дәмді болады. Тауығым пісіп шықты. Енді осыны әдемілеп ұсынатын боламыз. Міне қараңыздар. Ең соңында тауық дайын болуға аз уақыт қалған кезде бетіндегі фольгасын алып тастаңыздар. Сол кезде тауықтарыңыздың беті кішкене қызарады. Менде салат жапырағы бар екен және қызанақ, кішкене қияр бар екен. Ас көктермен әдемілеп осылай ұсыныңыздар. Сіздермен бірге болған Айжан Айтқалиқызы. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.